Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өзім жасайтын нанды және осылай бауырсақтың рецептімен бөлісетін болам. Нанды көрсеңіздер, дәл тандырдың нанындай болып шығады. Рецепт қызық болса соңына дейін қарап, пайдалы болған болса каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен жылы суымызға тұзымызды, дрожжымызды және аздап қана сұйық майымызды құйып алатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, оның үстінен електен өткізген ұнды сала отырып, дәл видеодағыдай төменнен жоғарыға қарай осылай қолмен мыжғылай отырып қамырды ашытатын боламыз. Еш уақытта қамырды жұдырықтап ашытпаңыздар. Дәл осылай жұмсақтықта ашып шығатын болады достар. Енді осы қамырымызды 1 сағаттай уақытқа қойып қоятын боламыз. 1 сағаттан кейін дәл видеодағыдай етіп көтеріліп, аралары көбік болып осылай ашып шығатын болады. Осы ашыған қамырымызды алып, мен 7 бөлікке бөліп алдым. Менің ашытқан қамырым 7 суала шықты. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша салып ашытсаңыздар болады. Бар болғаны қамырды еш уақытта қатты етіп елемеңіздер. Сонда жұмсақ қылып елейтін болсаңыздар, қамырларыңызды жұмсақ болып ашиды, нандарыңызда, бауырсақтарыңызда жұмсақ болып, әдемі болып көтерілетін болады. Барлық қамырды 7 бөлікке бөліп алғаннан кейін осылайша зуалаға бөліп, 7 зуаламды жақсылап дөңгелектеп жасап алдым да, біраз уақыт тындыруға қойып қойдым. 5-10 минут шамасында тынса жеткілікті. Оған дейін мен бауырсағымның майын құйып қыздыртуға қойып қойдым. Осылайша барлығын зуала жасап алғаннан кейін екі үлкен зуаланы бауырсаққа қалдырып, қалған 5 зуаланы нан жауам деп шештім. Осылайша кішірек болған зуаламды дәл видеодағыдай тандырға нан жасағандай етіп жасап аласыздар. Нанды өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен тандырынан жегім келіп, дәл осылай тандырға жауатындай етіп нанымды жасап алдым да, қызып тұрған әсепешкені алдын ала қыздыртып қоясыздар. Листтеріңізді ішіне салып қойыңыздар. Сонда листке ешқандай май жағудан қажеті болмайды. Нандарыңыз жабыспай пісетін болады. Осылайша жасап алған нанымды қызып тұрған листке салдым да, жақсылап үстін басып осылай шанышқының көмегімен бетіне тез жасалдым. Және қолымды сулап, беті қызарып пісу үшін осылайша нанның бетін сулап, қызып тұрған әсепешкеге 20 минут уақытқа бар градусы 250 градусқа қойып, нандарымды пісіруге жібердім. Енді бауырсақтың қамырларын елейтін боламыз. Мен бұл жерде оқтауымды алып жатырмын. Бауырсақтың қамырын дәл осылай оқтаумен жақсылап жайып алатын боламыз. Жайылған қамырды дәл видеода көрсетілгендей қалыңдықта етіп жайып алатын боласыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай қатты жұқа емес, қатты қалың емес, осылайша қызып тұрған майға салып, бауырсақтың екі бетін қызартып пісіріп аласыздар. Осымен менің бауырсақтарым да, наным да дайын. Дәл осы рецептпен мен пирожкилерімді және қаттамаларымды пісіремін. Алдағы уақытта менен қандай рецепт күтесіздер, жазып кетсеңіздер болады. Видео ұнаса каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.